Ассаламу алейкум қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін алдыңғы видеода уәде етілгендей таңқурайды, яғни малинаны дұрыс қатыру жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен малиналарды сорттап алған болатынмын. Кішкене езіліңкіреген бөліктерінен мен тосап жаптым. Ал қалған кішкене формасын ұстайтын әдемі малиналарды осылай қысқа қатырып дайындап қоятын боламыз. Ол үшін ең алдымен салқын суымызға қарапайым кез келген үйден табылатын ас содасын және де 6% алма уксусын қосамыз. Және де малиналарымызды дәл осы суға саламыз. Шамада 1-5-10 минуттай осы суда ұстаймыз. Уақыт өткеннен кейін қарасаңыздар, суда малинаның дәнінен бөлек басқа да өте ұсақ қоқыстар жүреді. Суды төгіп тастап, бірнеше қайтара таза сумен малиналарымызды жақсылап шайып аламыз. Тазартып алған малиналарымыздың қалып кеткен суларын осындай қағаз майлықтардың үстіне қою арқылы сорғытып алатын боламыз. Бұлай өте көп уақытқа қалдырып қажет емес. Шамада 1-2-3 минуттай қалдырсаңыздар, артық сулардың барлығын осы қағаз майлықтар өзіне сіңіріп алатын болады. Енді малиналарымызды қатыруға дайындаймыз. Ол үшін кез келген тақтай болсын, тәрелке болсын, үстінен пищевая пленка төсеп шығатын боламыз. Бұл міндетті. Егер де пищевая пленкаларыңыз болмаса, қарапайым целлофан, фольга, пергамент қағаздарында пайдалануға болады. Айта кететін нәрсе, астына ештеңе төсемей малиналарды қатыруға болмайды. Өйткені қатқан кезде малиналар ыдысқа жабысып қалуы әбден мүмкін. Енді малиналардың арасын кішкене алшақтау етіп орналастырып, дәл осылай тізіп шығамыз да мұздатқышымызға бірнеше сағатқа қатыруға жіберетін боламыз. Қыздар, дәл осы әдіспен қатыратын болсаңыздар, малиналарыңыз мүлде бір-біріне жабыспайды, езілмейді, алған кезде дана-дана болып, өте керемет болып қатып шығады. Толықтай қатқан малиналарымызды бір ыдысқа жинаймыз. Ол үшін бір контейнерді пайдалансаңыздар болады. Немесе контейнер болмаса, қарапайым кез келген үйден табылатын целлофанды пайдалануға да болады. Мен контейнерге салып бастаған едім, бірақ контейнерім кішкене кішілеу болып, малиналар толық сыймай қалды. Сондықтан малиналарды целлофанға салуды жөн көрдім. Бұл әдіспен тек қана малинаны ғана емес, кез келген басқа жидектерді де қатыруға болады. Жаздың күндері дәл осылай жидектерді қатырып қойсаңыздар, қыстың күні бұл жидектерді табу қиын болған кезде, болмаса тапқан күннің өзінде бағасы қымбат болған кезде ақша шығындамай, дәл осылай өз мұздатқыштарыңыздан алып, торт әсемдеуге болсын, басқа да сусындарды жасауға болсын, алып пайдалана бересіздер. Керектеріңізге жарасын.